саламатсыздар ма? Мен осы Дамбы елінің тұрғынымын. Осында 70 жылға жуық өмір сүрдім, 70 жылдың үстінде почти. Дамбы өңірі Атырау облысындағы белгілі бір аймақ. Кейінгі ұрпаққа Дамбы өңірін туралы мағлұмат беру мақсатында осы айтып тұрмын. Жалпы Атырау облысының Дамбы өңірі көпке белгілі, облыстағы белгілі аймақ болады. Бұл аймақ осы жерден басталады. Бұл Дамбы аймағына кезінде Совет үкіметі кезінде 4 колхоз болған. Жамбыл, Жаңаталап, Қызылбалық, Құрманғазы, Амангелді деген. Қазір осы сол Дамбы аймағының бірінші кіреберісі Жамбыл жерінде тұрмыз. Жамбыл колхозының бұрынғы Жамбыл колхозы, қазір бұлардың барлығы өндірістік кооператив, ауыл болып есептелінеді. Мына біздің тұрған жеріміз Самал санаторийінің жеке қожалығы. Бұл жерде жаңа жылқы өсіреді, бие сауады, түйе өсіреді, түйе сауады. Сол бие менен түйенің қымызын ішіп, шұбатын ішіп, осы жерге келіп, таңертең ерте тұрғындар саумал алып ішеді осы жерден. Осында келіп отырып, жалпы қала халқы демалыстарын өздерінің отбасыларымен осында өткізеді. Бала шағасымен мына жерде жаңа атқа отырады деген сияқты, атқа отырып үйренеді, атқа отырып балалары жүреді. Осында отырып өздері жаңағы халқымыздың ең бір қасиетті тағамдары қымыз бен шұбатты емен-еркін ішіп, жаңағы демалады. Енді сөйлеп шығып көрсетейік, мына жерде байқаңыздаршы жатыр. Мына жерде міне уже адамдар келген. Мына жерде 1-2 жылқылар жүр. Соның үстіне семьялармен балдары жүр. Адамдар демалып жатыр. Қазіргі уақытта бұл жерде ремонт жұмыстары өтіп жатыр. Сондықтан біз арт жағын көрсетпейміз. Ремонт болып жатқан жерлерді тек қана жерді көрсетеміз. Мына жағыңыз көріп тұрғандай жайық ағып жатқан. Мына жерде міне аттар подиумда тұр ғой, подиумда. Любойын таңдап аласың да, мініп алып шауып кете бересің. Так что, құрметті ағайындар, Дамбыда болсаңдар, трассаның дәл бойында тұр. Келесіңдер, атқа мінесіңдер, шұбатты, қымызды ішесіңдер. Сөйтіп қазақи демалып кетесіңдер. Так, мына жерде осы Дамбыда осетровый завод бар. Осы жерде өздері өсіреді, суға жібереді деген сияқты. Міне главный несі, стенді. Жаңа несімен басшылығымен сөйлесіп көрдік. Қазір специальный процедуралар болып жатыр, ішіне кіруге болмайды деп тұр. Бұның ішіне кіру үшін комитеттен специальное разрешение алды заранее. Так что сіздерге просто для информации, что осындай объект бар, осында завод бар. Телевидениеден түсірген болар бұны. Может какую-то вставку сделать. Вот такие дела. Жаңа пытались несколько раз убедить, что бізді кіргізсін деп, ішінде шамалы зеленый аймақтарды, зеленый зоналар бар. Онымен не удалось. Насколько я знаю, это государственный или полугосударственный объект, поэтому бұл жерлерде есть определенная бюрократия. Қағаздар бар, дайындайтын разрешениялар бар. Так что, если 5000 лайк жинасаңдар, онда комитетке не жібереміз, запрос жібереміз да, келесте ішіне кіріп, бәрін сіздерге көрсетеміз. Осетрлар қалай разводятся здесь, выращиваются и так далее.
жазып батыр Мен бұлар. ана паспорттан Ойнап келатыр. Бұл Жамбыл орта мектебі бұрынырақта 8 жылдық мектеп болған. Кейіннен ауылдың кеңеюіне байланысты орта мектеп болыпты да бірнеше жүздеген балдар оқып жатыр қазір. Жалпы неше мектеп бар мұнда? Жалпы Дамбы бойында 4 мектеп бар. 4 мектеп бар. Хорошо. Ал көрдіңіздер ғой Жамбыл мектебін. Осында оқыған адамдар болса лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Отырған не здание? Жамбыл өндірістік кооперативінің балық цехы. Не істейді бұнда сонда? Балықты ұстайды, тұздайды, ұстайды, сосын жан-жаққа жаңағы республиканың шетелдерге жан-жаққа жібереді. Не балық сонда бұл жерде? Барлық өзеннен шыққан қара балық, основной қара балық қой енді. Сазан, көксерке, қарагөз, табан деген сияқты тағы басқа да қара балықтарды тұздап, ұстап. На месте, да, сонда производство свежие? Иә. Свежий замороженный да жасайды. А, тоже самое вообще? Иә, осылай жасайды бәрін. Все. Біз жаңа дәл сол Дамбының жаңа главный көшесі бар. Соның бойымен келе жатырмыз. Жаңа бекіре заводы, ат шаруашылығы бәрі осының бойында тұр. Дамбыға келсеңіздер бәрі көз алдыңызда тұрады. Қазір жайлап алға жүре береміз. Так, сағат помощник держи. Снимай все, что видишь. Машинаның дірілінен қорықпа, ода автоматический стабилизация бар. А, кірватыр, я қара болып кетсе экранын бір басшы бересің. Да, жол. А? Жол что-то не... Просто отыршеш былай. Сол жағымызда тойханалар тұр. Қазақ бар жерде тойхана по-любому болады. Сол үшін 3 тойхана қатарынан тұр. Міне жаңа талап ауылы. Неше ауыл бар жалпы бұл жақта қатарынан? 5 ауыл. Ертең видеоны көріп отырып Дамбының адамдар айтады, анау қызыл қақпаны мен үйім ғой. Анаға талғап кетіп жатыр ол магазинге деп. Сондай приколдар. Так, мынау көріп тұрғаныңыз Атырау селосының ақ үйі. Белый дом, акимат. Осындай кішкентай ғана, скромно. Жалауымен, как положено. Парковкасы бар. Сағадат. Так. Ал енді қазір мектептің ауласына кірейік, сосын алдынан дұрыстап түсіреміз. Осылай түсіре беруге болатын сияқты. Ал міне Атырау селосының жаңа Қызылбалықтың мектебі. Ана беседкеге барайық может. Мынау Атырау қалалық білім бөліміне қарасты Фариза Оңғарсынова атындағы орта мектеп. Бұл мектеп бұрын Октябрьдің 40 жылдығы атындағы мектеп болып аталды. Кейінгі кезде жерлесіміз ақын жазушы Фариза Оңғарсынованың атына берілді. Фариза Оңғарсынова деп. Бұл мектептің үлкен тарихы бар. Бұл мектептен талай шәкірттер бітірген, бірнеше жүздеген шәкірттер бітірген. Кезінде облысқа танымал мектеп болған. Бірнеше ағартушының, қазақ СССР ағартушының, СССР ағартушының үздіктері білім берген мектеп. Бұл мектептен түлеп шыққан шәкірттердің арасында 2 министр, бірнеше ғылым кандидаттары, бірнеше жаңағы қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар, елге танымал, республикаға танымал ақын жазушылар шыққан. Бұл мектептен білім алған талай шәкірттер қазір республикамыздың түкпір-түкпірінде, тіпті шет елдерде де
өздерінің мамандықтары бойынша жұмыс жасап жүрген үлкен тарихы бар мектеп. Қазірдің өзінде мектепте 1000-ның үстінде бала оқиды. Олар екісімен де енді қазіргі мынау неге пандемияға байланысты онлайн режиммен оқып жатыр балалар. Жалпы осы мектепте жаңағы үлкен тарихы бар мектеп. Осы мектепте оқыған адамдар жазып отырыңдар қай жылдан қай жылға дейін оқығандарыңды. Карагоза вобла жамбал. Сушеная вобла, вяленая. Ну, ребец похож на воблу. Отличие просто только жирный, чем вобла должны быть, а ты жирный. Мына жерлер көрініп тұр, прям шығып тұр сыртына. Тоже рыбец, вобла. Они сейчас мелкие сейчас. Такой вот естественный процесс. Вот такие вот судна здесь расположены. Қазір мына жерге азамат келсе, мына жерде қуғын сүргін қылып жібереді ол. Ана қабаның басын көріп тұрсыңдар ма мына жерде? Әне. Ана 3-ші қамыстың ар жағынан шығып тұр. Hello. Hello. What is your name? Мына жер ық көрдің ба? Қамыстың ортасы. Ердаулет. Сәлем айт. Кімге жылып берші біреуін? Бегімге. Ал. Я. Шайқасайын деп отқан жоқсың ба? Бегімге бір қамыс жылып беріңдер, шағайындар. Берші соны ай көркен берші. Саған Шеш онда енді бегім. саған не керек сол қамыс? Ой. Машинамен кіру керек еді мына жерге сразу. Мына жерлер заповедник қой бірақ. Болмайды шығар. О, мына биіктігін қарашы қамысты. Ар жақта шек жоқ вообще. Қой ары қаратай кірмей-ақ қояйық. Осы жердің ауасымен демала берейік. Мына осы дамбының ең шет жағы. Ар жақтар болотистый местность, уже қамыс полностью мына жер. Ауа тап-таза. Че кричишь? Кеткен жоқ ешкім, міне жерде тұр бәрі. Мами, папи. Мына жерде не бар? Күшті да тема. Вот такие красивые места есть в Атырау. Білмеген адамдарға алтын сырға кулактарына. Да? Сүйіншік осталады. Жаңа жылға дейін осындай болып көреді. Мынау Қызылуақтың мешіті. Міне түсіріп жатыр.
осындай міне почталар. Мынау бұрынғы совет үкіметінен қалған здание деймін да осы да? Қараш қызық. Ескі. Мына үстіндегі пештердің трубаларын көрдің бе? Біткен. Сондай жағдай. В общем, осы күй, ауылдың күйі. Бүгін күн ыссы болды, көшеде көп адам болған жоқ. Бір адамдармен сөйлесіп, шамалы сұрақ жауап, не істеп, сұхбат алып сөйтейін дедік. Онымен келіскен жоқ, сол үшін былай тек сырттай түсіріп шықтық. Енді алдағы уақытта бір күн салқындаған кезде, шамалы жер көк алданып, бәрі жасыл болып, әдемі болған кезде тағы бір түсіріп, адамдармен сөйлесіп, басқа да көрсетпеген жерлерді көрсетерміз. Манағы айтқан осетровый завод бар ғана, бекіре өсіретін. Соған бұйыртса жаңа бір кісілермен сөйлесіп қойдық, может, болашақта соны түсіріп, подробно ішінің бәрін көрсетеміз. Так что сондай. Пока осы жағдай. Давайте, каналға жазылыңдар, лайк басыңдар. Жігіттер, қыздар, пока деңдер енді көрермендерге. Какие все стеснительные и застенчивые ребята.